Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Көбісі ойлайды, яғни артық ақша табады ғой, адам бір 10 мың теңгесі пайда болса, қайда инвестировать етем дейді. Бұл сұрақ негізі өте керемет сұрақ. Бұл сұрақты қоятын болсаңыз өзіңізге, значит, сіз табыс табуды ойлап жатсыз, қайда жаратуды емес, қайда ақша табуды ойлап жатсыз. Мен сізді құттықтаймын. Керемет. Жалпы оны 10 мың теңгені инвестировать етудің ең керемет жолын қазір айтам. Кезінде бізде инвестиция жасап көрейік деп қадалған кезіміз болды. Яғни кезінде биткоин, криптовалюта сатып алып ақша жасағымыз келді, ол жерде де болмады. Акция сатып алып жасап көргіміз келді, ол жерде де болмады. Минусқа кірдік. Енді осы 10 мың теңгені қайда инвестировать етсек болады? Енді жалпы бұл 10 мың теңгені инвестировать етер алдын ойлануыңыз керек. Сіз бұл ақшадан айырып қалуыңыз мүмкін деген ой болатын болса, ол нормально. Егер бұл менің соң ақшам, бұны мен құртып қоюдан қатты қорқамын деп ойлайтын болсаңыз, рисктен қорқатын болсаңыз, онда бір керемет инвестиция жолы бар, ол ақталады, Құдай қаласа. Жалпы негізі әртүрлі жолдар бар. Көбісі енді инвестиция өте риск болатын болса, мысалы бір товарды алсаңыз болады, который ол сізге керек болады. И ол товарды сіз сата бастайсыз да. Егер сатылмай қалса, сіз минуста болмайтындай жағдайда болсаңыз, сондай затпен айналыссаңыз болады. Бірақ негізі шынымен келетін болса, инвестиция и реально пайдалы инвестиция жасау үшін 10 мың теңгеге бай қарайтын болсақ, жалпы. Бірақ та негізінде реально ең бірінші инвестиция жасау жолы ол, яғни өзіңіздің миыңызға инвестиция жасау, өзіңіздің біліміңізге инвестиция жасау. Яғни қалай инвестиция жасаймыз? Яғни курстарды сатып алып оқимыз. Яғни осы 10 мың теңгені одан да көбейтетін білім аласыз. Кітап сатып алып оқып, сол кітаптан білім аласыз. Солай сіз өзіңізге инвестиция жасап, табысыңызды арттырсаңыз болады. Ең алғашқы, ең бірінші инвестицияны өзіңіздің біліміңізге құйыңыз деп айтар едім. Егер де сіз білім алғыңыз келмесе, курстарды оқығыңыз келмесе, яғни басқа жолы бар, ол 10 мың теңгені қалтаңызға салып қойыңыз. Оны жаратпайсыз. Өйткені өзімнің опытымнан айтайын, яғни біз кезінде акциялар сатып алып, криптовалюталар сатып алып, инвестиция жасап ақша тапқымыз келді. Ол минусқа кетті. Сондықтан ең маңызды инвестиция ол білімге курс алып оқыған пайдалырақ. Кітап оқып, инвестиция жасап біліміңізге. Сол қайда дұрыс шешім болып табылады. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы осындай екі түрлі инвестиция бар. Яғни өзіңіздің біліміңізге инвестиция жасайсыз, немесе өзіңіз кошелегіңізге салып қоясыз. Садақа беру енді ол бөлек нәрсе, ол благотворительность дейді ғой. Жалпы осы, егер де сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Қандай да сұрақтар болса маған жазыңыз, бірге шешетін боламыз, Құдай қаласа.